Еуропалықтар бәрін жаратқан Ғұн империясынан басталады. Отырықшы, көшпелі дейтін ұғым жоқ. Біздің ата бабаларымыз Ғұннан тартып Кенесарыға дейін ат жалында жүрді. Қойдың ямаса бір сиырдың артынан кеткен жоқ. Өздеріне бейтаныс нәрселерді жабай деп атады. Отырықшыларды көз келмеген. Құтан деген не? Бұларды жатақ деп атаған қазақтар. Қытайдың отырықшылары бұны елестете алмайды. Үзеңгінің тапқырлануы, ердің тапқырлануы бұл адамзаттың мына соғыс тарихындағы өте үлкен тапқырлықтар. Отырықшылардың көзімен қазақ тарихын зерттеу үлкен қателік. Онымен бірақ құртып өтіп отыр қазір. Алтын Орданың шекарасы көрсетілген карта бар 1331 жылы. Қазақ ғалымдары осы картаға мән бермейді. Жәнібек хан, Өзбек ханның суреттері берілген. Соның сырын мен аштым. Қазақ мемлекеттілігінің бастауын жошылысынан бастауға тағы болмайды. Алтын ұрық сол кезде алаш деп аталған. Біздің мына тұрмыс салтымызға қалалық өмір үйлеспейді. Паспорт бізден бастау алған десек те болады. Ең қымбаты мына тәуелсіздік. Моңғол қазіргі моңғолмен шатастырмау керек. Армысыздар Қазақстан тарихы порталының оқырмандары және YouTube көрермендері. Бұл тарих сөйлеу жобасы. Кешелі бері Астанада үлкен жиын өтіп жатыр. Яғни мынау Алтын Орданы ұлықтау барысында бүкіл әлемдегі 20-дан астам елден 300-ге тарта тарихшы ғалым Астана қаласында жиналып, бас қосып, өздерінің зерттеулерімен, осыған дейінгі ғылыми жұмыстармен бөлісіп жатыр. Дәл осы ой ортақтасқан үлкен алқалы жиынға бізде келдік. Тарих сөйлеу жобасын осында жалғастырып, көшпелі сұхбат ұйымдастырып отырмыз. Біздің келесі спикеріміз Шығыс қолжазбалар мұрасы халықаралық деректану орталығының жетекшісі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің профессоры, Германияның азаматы, белгілі тарихшы, картограф Нұрлан Кенжахметұлы. Нұрлан аға, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Жақсы. Кешелі бері президент Тоқаевтың өзінің келіп ашуымен осындай бір үлкен тарихшылардың, ғалымдардың басы қосылып жатыр. Алтын Орданы ұлықтап жатырмыз дегендей. Енді Алтын Орда дегенде ең әуелі көшпелі өркениет тілге тиек етіледі. Жалпы әңгімені мынадан бастайықшы. Көшпелі өркениетті, дала мәдениетін, дала өркениетін отырықшылықтан төмен санау қашаннан басталды? Бұл ой қашан ғылымда алға шығып кетті? Қазір мына көшпелі отырықшы деген бәрі жасанды атаулар. Жасанды бұл. Қай кезде шыққаны ол маңызды емес. Соңғы мына таяу заманнан бастасақ, еуроцентрлік көзқарас болған. Еуропалықтар бәрін жаратқан, одан басқа ұлттар төменгі ұлт деген сияқты. Ал осының салқыны кейін бүкіл дүние жүзінің несіне әсер етті. Мысалы, Қытай өркениеті, үнді өркениеті, Қосөзен өркениеті, Мысыр өркениеті деген. Былай қарасаң бәрі оңтүстікте жатыр. Ал мына жақта солтүстікте Ұлы дала жатыр. Ұлы дала бастауы Ғұн империясынан басталады. Қазақ жерінде о кезде Қанжүй дейтін ел болған, ол да Ғұнға бағынышты болған. Былайша айтқанда қазіргі қазақ жері Ғұн империясының бір құрамдас бөлімі болған. Ал Каспий маңында тағы да осы қазақтарға қатысты ұсақ иеліктер болған. Бұның оңтүстігінде сол енді тағы да отырықшы елдермен шекараласқан. Бұл жерде Ғұн империясы тұсында отырықшы, көшпелі дейтін ұғым жоқ. Бірақ адамзат тарихына қарасақ, адамзат тарихы ең алдымен жинап теру дейтін неден басталған. Мысалы, ежелгі адамдар дайын нені жинап, өсімдіктерді, азықтықты жинап, содан ақырын мына егіншілік өркениеті шықты. Одан кейін ол дамып, мына
жабайы аңдарды қолға үйрете бастады. Жабайы аңдарды қолға үйретудің өзі адамзат тарихындағы өте бір үлкен серпіліс. Оны үйрету үшін жинаудан анаған өтуің керек. Жабайы аңдарды үйретуден. Ең алдымен оңтүстікте шошқа үйрету басталды. Ол археологиялық нелерден шығып жатыр, Қытайдың оңтүстігі. Ал солтүстігіне келгенде біздің ата-бабамыз жылқыны қолға үйреткен. Бұл жылқыны қолға үйрету техникаң біраз жоғары болмаса үйрете алмайсың. Сондықтан отырықшылар мен көшпелілердің бірі үлкен, бірі жоғары деген не жоқ бұл жерде. Түсінік жоқ. Екі өркениет сонымен параллель жүрді. Ал біздің ата-бабаларымыз ғұннан тартып қазіргі Кенесарыға дейін дейікші. Негізінен ат жалында жүрді. Көшпелі емес. Қойдың ямаса бір сиырдың артынан кеткен жоқ. Ал бізді қалай нетеді? Соңғы жылдары, соңғы бір-екі ғасырда біздің тарихымызды жаңағы оңтүстіктегі елдердің тарихшылары жаза бастады. Өздерінің көзқарасымен. Олардың мынандай шаруашылық дәстүрмен біздің шаруашылық дәстүріміз farklı болғаннан кейін олар өз көзқарасымен жазды. Өздеріне бейтаныс нәрселерді жабайы деп атады. Іс жүзінде ондай емес. Ғұн империясы кезінде одан бұрын ғұндармен Қытайдың солтүстігінде көптеген ел шекараласты. Мысалы, Жау дейді, одан кейін Чин деген. Сол Жау деген мемлекет күшті болу үшін ғұндардың киімін, одан кейін атқа мінуін өздеріне үйренеді. Ғұндардың киімі жеңі тар, жинақы, одан кейін мынандай шалбар болған, қазіргі джинсиға ұқсас. Қытайлар соны қабылдайды. Содан кейін атқа мінуді үйренеді, басқаларды бағындыру үшін. Бірақ ғұндарды бағындыру үшін емес, өздерінің ішкі жағында алады. Бұны Қытай тарихында хуфучиші дейді. Өте үлкен бір инновация, әскери империя жағына қадам тастаған. Осыдан кейін Чин Шухан қабылдап, бүкіл өзінің жандағы 6 кішкене елікті бағындырып, Қытайларды бірлікке келтіреді. Бұның бәрі сол көшпелі деп түсінікті болатын айтайықшы, сол көшпелі көршілерінің үйренген әскери тактикасы. Қазір Шиянға барсаң, Чин Шуханның аттар мүсіні, одан кейін әскерлер мүсіні тұр. Ол Қытайдікі дейді, бәрі дүние жүзі сөйтеді. Бірақ киген, жасақтарының киген киімдерін қарасаң, бәрі ғұндардың киімі. Тар жең, анандай не, соғысқа ептейлі киімдер. Бірақ дүние жүзі оны Қытайлардың киімі деп жетеді қазір. Ондай емес, ғұндардың киімі ол. Аттардың несі ол кезде үзеңгі жоқ. Жүгені несін бәрі сол солтүстіктегі біздің ата-бабаларымыздан неткен. Бұл жерде жарайды, Қытайдың несінен одан кейін оңтүстіктегі отырықшылардың идеологиясына арылып, біз соларға барайық қазір. Ғұндарда қалай болған? Ғұндарда не өзгеше болған, қоғамдық өмір. Олар әдетте мынандай отырықшыларды көз келмеген. Егін еккендерді ең төмен, қоғамның төмен сатысына қойған. Ат жалында жүріп, мынандай суы бар, жері бар, мынандай жерлерде жүрген. Бұлардың көбі әскери ақсүйекті мемлекет десек те болады. Ал малдың артынан жүргендері де бар, бірақ ол бүкіл ғұн қоғамының тек қана 1-2% ғана ұстаған. Ал қазір ғұндардың солтүстігінде Байқал көлінің жанында бір ғұн империясы тұсындағы бір кішігірім қала табылды.
ғұндар өзі салған ба десең ондай емес. Ана Қытайдан әкелген егіншілерді сол жерге орналастырып, соларды егін ектіріп, соларды ғұндарға егін шығарып берген деген болжам айтылып отыр. Олардың этносы мен ғұндардың этносы ұқсамайды. Қоғамдық тұрмысы да ұқсамайды. Ғұн заманында сондай. Мына Жоңғар қазақ хандығы тұсына дейін сол. Қазақта құл-құтан дейтін сөз бар. Иә. Құл деген өзімізге түсінікті. Құтан деген не? Ол құтан деген ана басқа отырықшы елдерден соғыста олжа түскен адамдарды, ямасы отырықшы елдер жаулап алғаннан кейін соның бір топ мүшесін семьясымен апарып, өздерінің ана шекарасының ішкі өңірлеріне орналастырып оларды егін ектірген. Соларды құтан деп атаған. Ал бұның баламасы мұсылман деген кеде келеді. Мына Абылай хан тұсында. Қазақтарда да болған, жоңғарларда да болған, одан кейін мына Еділ қалмақтарында да сондай арнаулы топ болған, мынандай егін егіп соларға мынандай астықпен қамдайтын. Ал көшпелілердің өзі ондаймен шұғылданбаған. Онымен шұғылданғандарды олар намыс көрген. Әуелі кедей кепшіктер, мысалы, алдына салып айдайтын малы жоқтар, кейде қыстауларда қалған сол көшпелілердің өздерінің. Бұларды жатақ деп атаған қазақтар. Жатақ сөз содан шыққан. Олар көктемде емесі жазда жайлауға шыға алмай сол жерде қалғандар. Тары егіп бірдеңе нетіп қалады. Ал жалпы көшпелілердікі былайша айтқанда әскери, ақсүйек, одан кейін бізде ана жырау дейді, сал-сері содан шыққан. Айтыс өнерінің дамуы содан шыққан, ана батырлар несі. Сал-серілер неше түрлі үлдемен бүлдеген еді. Бүкіл қазақ қоғамын айланып сөйтіп жүрген. Отырықшылар 4-5 күнде жететін жерге көшпелілердің атты әскерлер 1,5 күн, 2 күнде жетіп болған. Терминологиясы көп. Мысалы, жарау ат дейді, одан кейін ана ереуіл ат дейді, ана соғыста. Жанында келе жатқан бір атты нетіп алады, ана астындағы ат болдырған, анаға не ауысып отырады. Ауысып, мысалы, қазір Таразға барса, бүгін шықса, ертең таңертең жетіп болған Таразға. Бұл ана отырықшылар, мысалы, Қытайдың отырықшылары бұны елестете алмайды. Сонда бұлардың көп жазбалары бар. Ғұндар кеше 300 шақырым жерде еді, бүгін кеште жетіп бопты деген жазбалары бар. Қазір кейбір ғалымдар ол өтірік жазба деп теріс дейді. Өйткені олар ғұн несін білмейді, аны өмір салтын. Олардікі дұрыс. Өйткені біздің ата-бабаларымыз болсын, жалпы мынау солтүстіктегі нелер күн-түн ұйықтамаған, ұйықтаса да сол ана аттың үстінде халық сол нетіп жеткен. Оның да техникалары болған, халық кетпеу, жығылып қалмау үшін өзін бірақ атқа байлап алған сияқты сондай техникалары болған. Үзеңгінің тапқырлануы, ердің тапқырлануы бұл адамзаттың мына соғыс тарихындағы өте үлкен тапқырлықтар. Енді қазір отырып ап мына биік нені көріп, ғимаратты көріп, содан ата-бабаларын төмен түсіріп, өте үлкен қателік. Осы қазақ жері қазір дүние жүзі бойынша 9-шы орында тұр. Осы жерді алып берген сол ата-бабаларының жауынгерлігі ол. Басқа отырықшылар болса баяғыда жоқ болып кетуші еді бұл жерде. Я басқа біреуге ассимиляция болып. Көшпелілерде сол өз тіліне берік болған, не болған, жерді бірінші орынға қойған. Әдетте бір байдың, мысалы қазақ байы деп атасақ, соның өзінің малы жайылатын жер қазіргі бір ауданның жерімен тең болған. Бір байдың өзінің. Көктеулік, күзеулік, қыстаулық, одан кейін
жайлау деген төртке бөлініп сол бүйтіп жатады. Қазақ жерінің кең болуы да сол тарихи жалғастық ғұндардан келе жатқан. Ол енді басқа отырықшылардың көзімен қазақ тарихын зерттеу үлкен қателік. Демек, мынау табиғаттың өзін бағындырған болып тұр ғой біздің ата Жоқ, бабаларымыз. табиғатты бағындырмаған, табиғатпен ана сәйкескен, Етене болып. етене болған. Табиғат заңдылығына қайшы келмеген. Ортаны қорғаған. Мысалы, бізде көп ырым-жырымдар бар. Отқа түкірме, ағып жатқан суға дәрет қылма деген сияқты. Шөпті жұлма деген бәрінің өзінің несі бар. Ал отырықшыларға айтады, егін егу үшін барлық көгалды бірақ жойып салады. Қытайдың солтүстігінде сар топырақ, Хуаңту Гаоюан дейтін не бар оны? Биік үстірт, Үстірт. Ол 2000 жылдың алды орманды алқап болатын. Қолмен құртты ғой. Қолмен бірақ құртып өтіп жатыр қазір. Құм деген. Отырықшылардың бір несі сол. Былайша айтқанда, Мына табиғатқа қарсы жаратылысқан. яғни оларда өркениет болса, керісінше соны игеру керек еді ғой, Оларда да Бағыну керек өркениет болған, бірақ енді оны қазір ананікі төмен, біздікі жоғары деп айтуға да болмайды. Бірақ адамзат тарихындағы екі үлкен тип бұл. Қытайдан қашып барған Қытайдың елшілері болған ғұндардың қоластында. Солар Қытайдың несін жамандаған өзі. Біздің мемлекет андай парақор, одан кейін әйелі күйеу өлсе әйелі далада қалады деген сияқты. Көшпелілерде ондай емес. Күйеу болса әмеңгерлік түзім болған. Оның дағы өмір сүру құқығын қорғаған, сыртқа жібермей өздері. Оның да үлкен ғылымилығы бар әмеңгерліктің. Мысалы, аға сөз інісі әйелін алады деген ол үлкен ғылымилық ол. Ол жерде бір не жоқ әгі. Күшпен Не жоқ, күшпен. Қазақта мынандай не болмаған ана. ұрпақтары жетімсіретпей, Жеті атаға дейін қыз алыспаған, соған сапалы болған. Сондай айта берсек көп, мына сұхбатқа оның бәрі сыймайды. Жалпы жаңағы енді ең бастағы әуелдегі сұрағымыз осы, неге көшпелі өркениетті отырықшылықтан төмендету басталды? Жоқ, мен ондай қарамаймын. Ондай көшпелі өркениетті қазір археологтар айтып жатыр ондай. Басқа бір үлгідегі орыс археологтар бар, нағыз академиктер дұрыс бағасын беріп жатыр. Мысалы, мына Пазырықтан шыққан, мына неден шыққан, Алтайдан шыққан алтын адамдар. Сол озық несі болғанын көрсетеді ол. Ал көшпелілерді отырықшылардың мына қаласымен салыстыруға болмайды. Көшпелілер деде мысалы көшпелі қала болған әгі. Бір орда несе алыстан қараса бір қала көшіп бара жатқан сияқты. Бүкіл саудагерлер, елшілер соның артынан еріп жүрген. Бүгін Таразда болса, ертесі мына Алматыда жүрген, сондай жайлау былайынан неткенде. Кең жазира даланы. Енді сіз картографсыз ғой. Алтын Орда дегенде кешеде президент Тоқаев айтып жатыр, қателеспесем 6 миллион шаршы метр жерді ма, 10 миллион шаршы метр жерді алып жатқан алып империя, даладағы Рим деген сияқты сондай теңеулер айтылады екен. Сіз енді картограф ретінде дәл сол уақыттан қазірге жеткен, не болмаса дұрыс әлі аталмай келе жатқан картада біздің Алтын Орда қалай түскен? Жер аумағы жағынан, жер аттары жағынан. Алтын Орданың шекарасы көрсетілген карта бар, 1331 жылы сызылған, Пекинде сызылған. Алтын Орда Чағатай ұлысы, одан кейін мына Парсыдағы Елхан мемлекет деген. Моңғолдың үш мемлекеті ғой енді ана. Сода Алтын Орданың шекарасы нақ сызылған. Батысында Сақлап, одан кейін Орыс дейді, одан кейін Черкес дейді, одан кейін Қыпчақ дейді, Аланас дейді, мына Каспийдің ар бергісі. Одан мына Хорезмге дейін келген. Одан кейін Сайрам дейді қазіргі.
сол жерге дейін келген, шығысы мына неге дейін, ертіске дейін. Ал оның шығысы, оңтүстігі Шағатай облысы, анық сызылған ол жерде. Қазір қазақ ғалымдары осы картаға мән бермейді. Мен 2021 жылы бірінші монографиямда осы карта туралы егжей-тегжейлі зерттеген жер аттарын. Бұл карта түпнұсқасы мүмкін ана не түрікше сызылған. Өйткені картаның солтүстігі астында, оңтүстік үстінде. Бұл ислам карталарының ерекшелігі. Одан кейін жер аттарының бәрі ана не исламша, түрікше. Константинополь дейді, ана қазіргі мына Стамбул, арабтар Құстантиния деген, анада Құстантиния деп қытайша жазылған. Мысыр деп тұр, ол Египет, ол мұсылманша атауы. Ал анада Өзбек ұлысының жері деген. Өзбек ұлысы Алтын Орда кезіндегі атақты хан, оның территориясы нақ берілген. Шығысында Дуа Темірдің иелігі дейді, ол Шағатай ұлысының бір ханы. Оның оңтүстігінде Тибет, ары Индия жатыр. Бәрі ап-анық берілген. Осы карта бойынша Алтын Орданың территориясын білуге болады. Әрине президенттің айтқан дұрыс. Сондай алып, қазіргі Еуразия даласын алып жатқан ертістен анау Дунайға дейін. Орыс қоласында болған. Ал енді осы картадағы жер аттары, жер су аттары, мынау қалалар туралы атап өтіңізші. Қазіргі кезде тарихшылардың зерттеуіне ілінбей жүрген. Мысалы, сол картада Жент бар, Баршынның кент бар, мына Сыр бойындағы. Хорезм бар, қазіргі мына Қарақалпақ мына неге қарасты, Өзбекстан қарасты. Соның бәрі бар. Одан кейін латын карталар бар, бірақ ол одан кейін 15 ғасырда. Ода да сызылған Алтын Орданың туы, Жәнібек хан, Өзбек ханның суреттері берілген. Менің ана бірінші кітабымда арнаулы зерттелген. Дәл осы еңбегіңізде сіздің тыңнан ашқан бір атаулар бар ма? Атаулар дегенде енді жер су аттары, қалалар. Мысалы, Кануйдо дейтін карта сол Құбылай хан тұсында сызылған 1270 жылдар төңірегінде. Бірақ 15 ғасырда сол бойынша көшірілген 4 нұсқасы бар. Қазір Жапонияда. Соны мен 10 жыл зерттеп, жапондарда зерттеген бұны 100 жыл, бір ғасыр. Қытай ғалымдары да зерттеген, өйткені ол қытайша иероглифпен сызылған. Бірақ соның сырын мен аштым, өйткені оның түпнұсқасы мұсылман картасы мына. Араб парсы картасы, түрік картасы. Сол негізде сызылған. Осында үлкен жаңалықтарым бар. Өкінішке орай ол қазақ ғалымдары ағылшынша жазылғаннан кейін қазақ ғалымдары әлі нете қойған жоқ, олар таныс емес. Ал дәл қазіргі осы қазақ қоғамындағы ғалымдар, тарихшылар қолданып жүрген атауларда болсын, жер су аттарында болсын, мынау картадағы орналасуында қателесіп жүрген бір өрескел қателіктер бар ма? Сіз білетін. Осы дұрыс емес айтылып жүр деген сияқты. Дұрыс емес қолданылып жүр дегендей. Қала туралы ма? Қала болсын, жер су аттары болсын. Енді Алтын Орда жөнінде мына 15-16 ғасырларда сызылған карталарда Алтын Орданың кейбір қазақ территориясындағы бір елді мекендері бар. Талмасата дейді, одан кейін нелер дейді, болған ана деген кесенен. Соны бірде кесене дейді, бірде қала дейді. Бірақ ана мен зерттеген карталарда мешіт деп атайды кейбіреулер. Картамен бірлестіру біраз кенже қалған қазақ ғылымында. Тарихты зерттеген кезде, ол білу үшін енді көптен іздену керек қой. Демек, тарихшылардың мынау картография саласындағы жаңағы ізденістер кемшін кемшіл, мысалы Сарайшық дейді. Сарайшықта бір астанасы болған, мына Алтын Орданың.
Сосын жаңа сіз айтып жатырсыз, қаншама ғасырдың алдындағы картаны таптым деп, иә, мынау ислам үлгісімен жасалған. Ислам үлгісімен 1331 жылғы. Иә, одан бөлек мына бертінгі енді кейбір карталар әдейі саясатқа да негізделіп, қолдан өтірік жасалған тұстары да болады ғой. Бізде соған негізделіп жазылып кеткен мынау Алтын Ордаға қатысты деректер бар ма? Ондай деректер болмауы мүмкін, өйткені бұл қазіргі мына саяси ауқым пайда болмай тұрғанда сызылған карталар бар. О кезде ол саяси мақсатпен сызған емес. Сол кезде орыстың кейбір карталары бар, нақты деректер бойынша. Бағанағы Когнидо дейтін картада ол нақты деректер бойынша сызылған. Кейінгі бұрмаланулар қолмен жасалған ғой мына. СССР кезіндегі Алтын Орданы мысалы тек бір қырынан зерттеп ана басқа қырларын жауып қойған, мысалы қала болса қала, ямаса бұлар бір теория жасап шыққан татар шапқыншылығы деген. Мен татар шапқыншылығы деген қарсымын, ондай емес. Ойдан жасалған. Мына нені көшпелілерді жаман көрсету. Әрине жауын жақсы көрсетпейді ғой. Ана құбыжық етіп көрсетіп. Бірақ көшпелілер олар айтқандай ондай құбыжық болмаған. Енді әңгіме Алтын Орда төңірегінде болып жатыр ғой. Осы қазақ хандығының тамырын Алтын Ордадан іздеу ғылыми тұжырым ба, әлде қазіргі осы ұлттық сана сұранысынан туған концепция деп айтуға бола ма? Сіз қалай есептейсіз? Енді Алтын Орданың кіндігі осы Сарыарқада ғой қазір. Жошының жатқан жерде Сарыарқада, Жезқазғанның маңы. Бұрын Жошының қайда жатқанын көп ғалымдар білмейді екен. Қазір сол Жошының жатқан жері қазақ жері. Бүкіл Жош ұлысының шығыс оңтүстік шекарасы қазақ жерінде жатыр. Ал батыс ана неге кетеді ғой. Сондықтан қазақ хандығы Жош ұлысының заңды мұрагері деп айтуға әбден болады. Ал қазақ хандығының, қазақ мемлекеттілігінің бастауын Жош ұлысынан бастауға тағы болмайды. Жошыдан бұрын Қыпшақ мемлекеті болған, батыс түрік қағанаты болған, оның алдында не болған, ұлы түрік қағанаты, көк түрік қағанаты. Оның алдында ғұн империясы болған. Қазір мынандай бір не бар. Дүние жүзінде тұңғыш империя, көшпелі империя, ғұн империясы деп бәрі мойындайды. Сонымен ғұн империясын тек қана мына Монғолия несімен ғана шектейді. Ол қате. Ғұн империясының батыс шебі мына қазіргі неге дейін келген, мысалы Балқаштан өтіп мына Арал теңізі. Тіпті ар жағындағы Каунжи дейтін не ғұндарға бағынышты болған. Оны қоссақ бүкіл қазақ жері сол ғұн империясы тұсында бір неге бағынышты болған ана ғұндарға. Ғұндарда тәңірлік түзім деген түзім болған. Аспанда тәңір, жерде адам болған, оларды басқаруға Тәңірқұтты жіберді деген мына ғұндардың сондай концепциясы бар. Тәңірқұт сол нелерді бағындырып нетеді. Олардың ана Тәңірқұтты шыққан не әгі? Ру дейміз бе енді? Алтын руға. Алтын руқ. Сол кезде Алаш деп аталған. Бұл тек Қытай деректерінде ғана сақталып қалған. Алат деп. Кейін мына Алаш ұғымы содан шыққан. Сол ғұндардың ұрпақтары мына 6 ғасырға дейін солтүстік Қытайды билеп тұрған. Қазір кейбір ана тарихи немен ана алжастырып өткен ана ғұндардың тарихын ана көмескілеп әгі. Олардың ана нелерін бүйтіп әгі мемлекет атын мына Қытайша атағаннан кейін әгі мына нелерге жайқалыққа әгі бір басқа бір әсер береді. Мыналар сол Қытайдың бір несікен ғой деп мемлекет екен деп. Шынында ондай емес. Ғұн мемлекет мына 552 жылға дейін солтүстік Қытайда 3-4 елігі сақталып келген. Одан кейін барып ана ғұндардың сол хан әулеті Ашна деп аталады. Ашна түріктер, көк түріктер содан шығады. Жалғасып кеткен.
алтын ұрық деген мына төрелік түсім сол ғұндардан басталады. Кенесарыға дейін жалғасты ғой. Одан кейін барып көк түріктер күлтеген білге қағанның несін оқысаң бәрі бар ана. Көкте тәңір болғанда мына жерде жаралғанда ортасында мына халықты билеуге әкем бұмын қағанды жіберді деген сол. Ғұндардың несі ана, идеологиясы. Бүкіл көшпелілер сол бір идеологиямен жүрген, дінмен ұқсас баяғы. Мұхаммед пайғамбар Алланың жіберген елшісі ғой. Бірақ ана ғұндардың несінде тәңір құтта тәңір жіберген деген сондай. Одан аттап ешкім нете алмайды, қарсы шыға алмайды. Көк түріктерден кейін мына Моңғол империясы Шыңғысхан шықты. Идеологиясы бірақ көк түріктердің идеологиясы. Көкбөріден таратады өздерін. Оны төрелік тұсын Кенесарыға дейін қазақтар аны басқа біреуден хан сайламаған, ешкім мойындамаған, басқадан кейін болыс би деп өзгеріп кетті ғой. Сондай қатаң түзім болған идеология. Кейін мына қазақтың ана төре табын қолмен жойды. Оны жаман қып көрсетті, Шыңғысханды жауыз қып көрсетті. Сонымен қазақтарда мына өз тарихына деген бір ғасырда жиіркенішті бірақтан етіп, өздерін қораш санап қазір. Қалалық өмірді аңсап, ата-бабалары мақтанбаған қалалық өмірге бұлар ана мақтанып. Мен қалалық өмірді төмендетіп тұрған жоқпын. Бірақ мына Еуразия даласында біздің мына тұрмыс салтымызға қалалық өмір үйлеспейді. Біздің мынандай жүрген себебімізден көп жаудан сақтап қалды бізді. Неше мың жылдық әскери тактикамыз ешкімге бой бермедік біз. Ешкімді жолатпадық. Жоңғарлар да бізбен ұқсас олардың несі тұрмыс салты да. Демек, ұланғайыр жерді жай бір былай айтқан кезде қазіргідей урбанизациямен қорғап қалу мүмкін емес қой. Егер урбанизация болса, баяғыда құрып кетуші еді. Ғұндарға бір елші жіберген қытайлар. Оның аты Жоң хан Юе дейді. Ол ана Қытай патшасы ғұндарға кіріптар болып, сонымен қыз береді ғұндарға. Құда болып, енді шекара тыныш болсын деп. Сонда Жоң хан Юені ана қызбен бірге ертіп жібереді, сен ана бірге бар деп. Жоң хан Юе айтады, мен бармаймын, егер барсам сендерге үлкен не болады деп әгі. Кедергі? Үлкен жамандық келеді деп. Содан бұйрықпен жібереді. Жоң хан Юе өзі әрең жүрген ғұндарға бар, ғұндардың әгі патшасының ақылшысы болып тәңір құтының. Ғұндар үшін қызмет істейді. Сонда қытайлардың әгі мына Қытай өркениетіндегі ең бір жиіркенішті тұстарын бірақ айтады. Бізде мынандай заң, мынандай бүкіл халықты құлғып, соның несімен мына не сап жатырмыз, мына ұлы қорғанды. Ал сендерді ондай емес, бәрі еркін. Соғыс болса барлығы жұмылып, атқа мінерлер бірақ қарсы шығады. Ал Қытайда тұрақты армия ұстайды, оны бағады, оны халық бағады. Сонымен осындай бір-біріне пара беру, шіріктескен біздің не тоқтап қалған су сияқты деп. Сондай нетеді. Содан Қытайдың елшілері келгенде ғұн жағы болып сөйлеседі бұл Жоң хан Юе. Ғұндар мынандай әмеңгерлік түзім бар бұларда. Ол тентіретіп өтпеу үшін мынандай сондай тұрмыс салтын қолданады. Бізде ондай емес. Бұлар әдетте соғыс кезінде бейбіт әскерлер өз үйіне кетеді. Соғыс бола қалса бүйтіп жиылады. Бұлар өте икемді деген сияқты. Сондай ғұндардың өмірінің жақсы жағын көрсетіп Қытайлардың бетіне басады. Бұлар отырықшы болса баяғыда құрып кетуші еді дейді. Одан кейін 800 жылдан кейін Тоныққұқ шығады. Түріктердің әйгілі ақылшысы. Ол да айтады, білге қаған айтады, бізде Қытайлар сияқты қала салып, храм салып, сол жерде минажет етсек дейді. Соны Тоныққұқ айтады, сөйсің құрыйсың дейді. Сенің жансаның Қытайдың жүзден біріне де келмейді. Егер несе қоршап алып, сені бір күнде жояды. Осы
ат жалындағы өмірің ең жақсы, өзіңді де сақтайсың, ұрпағыңды да сақтайсың, мәңгілік ел бола аласың деп. Қазірде мәңгілік ел концепциясы шықты ғой. Иә. Ата бабаларымыздан келе жатыр, жойылмасын деген сияқты. Біздің мына патшалық түзім дейікші, патшалық түзіміміз сол ана ғұндардан тартып Кенесарыға дейін бір немен келген, бір идеологиямен келген. Оның ұлтына қарамаған қазір Шыңғысхан, Моңғол, Қазақ деп ойтып таласудың түк қажеті жоқ. Идеология бір, сенім бір. Маңызды емес ол жерде тіл. Демек, бүгінгі кездегі мынау қазақ мемлекетінің, мемлекеттіліктің бастауы тек қана мынау кешелі бүгін қарастырылып жатқан Алтын Ордаға гәне содан басталды деп, соған тіреп кәне қою Ол болмайды, бірақ Алтын Орданы дәріптеу өте дұрыс. Өйткені Алтын Орда дәуірінде бүкіл қазақ даласы болсын, не болсын, әлемдік мына сахнаға одан да бұрын кірген ғой көп түріктер. Алтын Орда тұсында тіпті дамыған түрі, әлемдік өркениетке қосқан үлесі өте зор. Мысалы, Алтын Ордадан ары бері өтсе, паспорт таратқан әрбір елшіге ямаса сыртқа шығатын, оны пайызы деп атаған. Мынандай. Соны көрсетіп өте берген халықаралық торап болған бұл жерде. Мысалы, шетелге шықсаң, аны Алтын Орданың территориясымен өссең, ешбір кедергісіз кете бересің, ананы көрсетіп. Паспорт бізден бастау алған десек те болады. Ол бұрын ғұндарда да бар, бірақ енді мына Алтын Орда дәуіріне келгенде тіптәгі халықараланған. Жүйеленіп бәрі. Кешеде президент өз сөзінде айтып жатыр ғой, теңге сөзінің де бастауы. Солай. Біздің ұлттық валюта сол кезде қалыптасып үлгерген деген. Солай. Енді мынау бүгінгі қазақ мәдениетіндегі қандай элементтерді сонау Алтын Ордадан қалып бізге мәдени мұра болып жетті деп есептейсіз? Қазіргі мынау енді тәуелсіз елдегі. Мысалы, мен қазір көп бір концепцияларға көңілім толмайды. Мысалы, бұрын маркстік, мына социалистік сенім бойынша халық тарихты жаратады дейді. Мен оған келіспеймін. Тарихты халық әрине жаратады. Қытайда халық теңіз деп неткен, халық толқыса аударып тастайды деген. Жарайды, ол сондай бір несі бар. Ал жеке тұлғалардың тарихтағы рөлі өте күшті болған. Мысалы көп. Мысалы бағанағы Мөде Тәңірқұт дейміз. Ол бүкіл ғұн империясын әлемді көреге көтерді. Өзінің ана әскери түзімімен. Осының бәрі бір адамның несі, рөлі дейміз бе? Ықпалы. Ғұндарды дүние жүзіне танып кетті Мөде Тәңірқұт. Ал өз ұлтын бірақ жойып өткен патшалар да болған. Құртып жіберген. Мысалы, Сиамбелердің Шауинди дейтін патшасы болған 4-ші ғасырларда. Өз ғұндармен етене байланыста болған не, бірақ ол халқын отырықшы болыңдар, қала салыңдар, Қытай тілін үйреніңдер деп қысқа ғана бір 20-30 жылда халқын бірақ жойып өткен. Тарихта сонысымен қалды. Ана бір адамның, бір ұлттың тарихына осындай ықпалы болады. Ал кеше президент Қасым-Жомарт Тоқаев мынандай ұлы бір бастаманы бастады. Осыны конституцияға кіргіземіз деді мынандай. Бұл кісі енді өте дұрыс бір неттегі. Қазақ ғалымдарына бағдар жасап берді, жол ашып, мынаны биттейік деп алдымен Алтын Орда арқылы танылып, одан кейін арғысын бергісін түгендейміз деп отыр. Тек қана Алтын Ордадан қазақ мемлекеті басталады деп тұрған жоқ. Арғысы оны жол ашылады. Осындай ұлы істерге мынандай бір ұлы тұлға келу керек. Сондықтан мен тұлғалар тарихты жасайды дегенге келісемін. Мысалы, мына Қытайда алайық, 49 жылы құрылды коммунистік партия. Мао Цзедун 76 жылға дейін басқарды. Қытайды тоқыратып тастады. 78 жылы Дeng Xiaoping шығып, Қытайды қазір дүние жүзінің екінші экономикалық несін айландырды, мемлекетіне. Бәрі сол ненің несі.
адамзат қоғамымен мына біздің параллель жүреді. Мысалы мына адамзат қоғамының бір үлгісі мына мал шаруашылығы деп мысалға алайық. Қойларды басқарып жүретін серкелер болады. Сол сияқты серке шығу керек. Мына адамзат бір-біріне сондай үйлескен. Мысалы бір үйір жылқыны нететін айғырлар болады. Ол ана мал шаруашылығында да көрініс табады. Жақсы болса сондай нетеді. Бағынады, Мына елде сондай, бұл жерде сондай бір ұлы тұлға келсе көптеген нелерді ашылады, жолды ашылады, бағдар да береді. Дүниеде не қымбат? Денсаулық зор байлық дейді. Мен оған келіспеймін. Ең қымбаты мына тәуелсіздік. Тәуелсіз елің болса, өзің сол ұлттың бір өкілі болсаң, мақтанып жүресің, қайда барсаң да бір тәуелсіз мемлекетіміз бар деген сияқты. Емін еркін жүресің. Мынау кешелі бүгінгі Алтын Орданы ұлықтап жатқандығымыздың өзі мынау азаттыққа жетіп, тәуелсіз ел болып, егемендіктің иесі болып отырғандығымыздың арқасы ғой. Сол бұл жерде өз-өзіңе қожасың. Ешкімді кектеп тұрған жоқ. Тарихымызды бұрмалап жатқанымыз жоқ. Соны осыны дұрыс жазуға жол ашып отырмыз. Жалпы мынау Ресей, Қазақ, Татар, Батыс тарихнамасында да Алтын Орда туралы жазылады, бірақ әрқайсы әр қилы жазады. Олар өздерінің идеологияларына бағыттап, ыңғайлап жазып отыр ма? Қалай ойлайсыз? Мысалы Алтын Орда дәуірінде, мысалы мына Жебен Оян мына Кавказға келеді, мына қыпшақтар тұрған жерге. Сонда қыпшақтардың ханның айтқан сөзі бар. Біз бәріміз моңғолмыз, біз сендерге тиіспейміз, біздің жауымыз анау деп ана кавказдықтарды айтады. Содан кейін ол кавказдықтарды жойып, содан кейін барып ана қыпшақтарды қосады өзіне. Сонда Алтын Орда дәуірінде бір ғана ұлттың есімен аталған, моңғол деген. Моңғол қазіргі моңғолмен шатастырмау керек. Ол кезде жалпы мына далалық халықтардың бәрі моңғол деп атаған. Моңғол империясы тұсындағы бірінші дәреже. 4 дәрежеге бөлген мына мемлекет. Біріншісі моңғолдар. Моңғолдың ішінде Найман да бар, Керей де бар, Жалайыр да бар. Шыңғысханның өз тұқымы да бар. Мына біз алтын ұрық. Ол біз. Екіншісі көк көзділер деген мына реңді көзділер. Еуропалықтар мына. Рим папасы мына орыстар соған кіріп кеткен. Үшіншісі Қытайлар деген, ол Қытайлар қазіргі оңтүстіктегі, қазір Қытайлар емес мына, этнос Қытайлар емес, кидандар болған мына. Солар 3-ші дәреже болған, енді нағыз мына қазір Қытайлар 4-ші дәреже, Нангияс деп аталған, оңтүстіктегілер деп. Сонда осыдан білеміз, Шыңғысхан сен Наймансың, сен Керейсің, сен Меркісің деп бөліп жармаған. Бәрі бір атпен кеткен. Сонда моңғол деген аттың мағынасы көшпелі дегенге келеді сонда. Көшпелі. Ол кезде кең мағынада қолданған, кейін тарайған. Ал қазір Алтын Орда ыдырап, оның орнына Ноғай, Қазақ хандығы, одан кейін Сібір хандығы, ар жағынан Москва бөлініп шыққаннан кейін бұлар өз-өздеріне тартан етті. Мысалы Москваның шығысқа ірге кеңейтуінің бір себебі Алтын Орданың ықпалы болды ма? Ықпалы болды, соның несі. Соның тәртібі, соның несі, әскери несі, қазақтардың ролы болды бұл жерде. Ал қазір мынандай не болып отырғанда сол өз алдына тартады, татарлар өз алдына, ноғайлар енді қазақтарға сіңіп кетті ғой мына кіші жүзге. Әзербайжан сияқты ол табиғи құбылыс енді. Біз де соның құрамында болғанбыз деген сияқты. Бірақ үлкен жағынан ешкім бұрмалай алмайды. Енді жаңа баста картадағы осы Алтын Ордаға байланысты қандай да бір өрескел қателіктер, қазір тарихшылар, ғалымдар қолданып жүрген бір
қате тұжырымдар бар ма деп сұрап жатырмын ғой. Ендігі сұрайын дегенім, жалпы осы Алтын Орданы зерттеуде дәл осы ғалымдардың арасында, тарихшылардың арасында осы қоғамдағы ең үлкен бір қате түсінік бар ма? Дұрыс осыны дәріптеу керек дегенге тұсау болатындай. Қазір енді мынандай ғой, енді Алтын Орданы зерттеу үшін сол Алтын Орда мамандар болу керек. Мысалы, араб тілін білетін, парсы тілін білетін, одан кейін шағатай тілін білетін, солар түпнұсқаны оқып, археологтар болса, археологиялық қазбалар арқылы соның мамандар істеу керек. Қазір көбі тарихшы болсын болмасын бәрі кірісіп кетіп отыр. Сондайлардан қателіктер шығады. Мысалы, олар сыңар жақтылы қорытынды шығарады. Қазір интернет дәуірі, ол несіне шығарып аны басқаларға ықпал етеді. Оны мемлекеттен қадағаласа болады. Арнаулы сол мамандар ғана зерттесе дұрыс мынандай қорытынды шығара алады. Мысалы, ол шығып болғаннан кейін андайсың, мындайсың деп айту өте кеш болады. Қазір шықкімге бой бермейді өзі. Менікі дұрыс деген сияқты. Өзінікін жөн санап. Және осы сіз байқайсыз ба, мынау енді тарихшылардың ішінде де бөлінеді ғой, әр сала бойынша. Мысалға сіз картографсыз, бір кісі археология жағынан зерттейді, бір кісі жаңағындай тіл жағынан деген сияқты. Сол кісілердің де бір басы қосылу жағынан мәселе бар ма? Бір арнаға тоғысу жағынан. Мәселе жоқ. Мысалы, археологтар Алтын Орданың бір қаласын несі содан шығарып береді, мынау пәлен дәуірдікі деп. Содан кейін ана деректанушылар, сол кезде жазылған деректер болса салыстырады шыққан олжаларды. Енді тарих солай жазылады ғой, археологиялық немен, одан картографияда ол қай кезде сызылды деген сияқты оның да артқы көрінісі болады, бет алды сызбайды. Сол жағдай қарас бірлестік тұжырым жасауға болады. Енді бүгін өтіп жатқан үлкен жиынға тарихшылардың бас қосуына 22 елден келді деп жатырмыз, ғалымдар. Енді біз осы Алтын Орданы әлемге танытып көрсетуде қандай да бір кемшін түсіп жатқан тұстар бар ма? Қазір енді бір нәрсені әлемге танытудың өзі бір барысты қажет етеді. Мысалы, бір симпозиум ашып қана бүйтіп әлем танып деп келмейді. Демек, бұл бастауы. Бұл бастауы. Енді осыны жалғастыру керек. Жаңағы мен айтқандай мамандарын ету керек. Шетелдің мамандарын тарту керек. Шетелде жүрген қазақ ғалымдары да көп. Соларды елге тарту керек. Ямаса сол жерде тұрғызып, оларға да дем беру керек. Мүмкіндік беру керек. Бұрын Совет одағы кезіндегі бір бұрмаланған концепция бар, оны халықтың жүйкесінен алып тастау керек. Осыған мән беру керек, мысалы, жалғасты зерттеу керек, ақырын болады. Алтын Орданы біз әлі де толықтай өз тарихымыз ретінде қабылдай алмай жүрген жоқпыз ба? Және сіз айтып жатсыз ғой, мынау халықтың санасынан алып тастау керек. Жәнегі Совет үкіметі кезінде әбден сіңіп орнап қалған идеологияны алып тастау үшін. Мысалы, нені тұрақтандыру керек, мысалы, бір мемлекеттің атын қазір Алтын Орда деп аталып кетті ғой. Ол Жошы ұлысы да деп аталады, Қыпшақ ұлысы да деп аталған. Осы үш атауды бірлікке келтіру керек. Алтын Орда деген, мысалы, 17 ғасырдағы орыстардың Золотая Орда деген соның тіке аудармасы. Golden Horde дейді мына ағылшындар. Қытайлар Чинжан Ханго деп кетті бәрі. Сол Алтын Орда 17 ғасырдағы бір атау бұл. Ал одан бұрынғысы Өзбек ұлысы, немесе Қыпшақ ұлысы, немесе Жошы ұлысы деп үш түрлі аталған. Немесе Тұқмақ деп аталған. Енді осының бәрін бір ізділікке келтіру керек. Демек, Алтын Орда десек бір аясы тар болып қалуы әбден мүмкін ғой? Жоқ, ондай емес, бірақ басқалар қойып берген ат бұл. Орыстардың Золотая Орда дегеннен шығып отыр. Сіз кешелі бері шетелден келген, еліміздегі болсын, ғалымдардың
баяндамаларын да тыңдап жатырсыз, өзіңіз де баяндама жасадыңыз, тәжірибе алмасу болып жатыр. Осы симпозиумнан қандай ой түйдіңіз? Өте керемет вағында ашылған симпозиум болды. Мен бұрын ойлаушы едім мені. Осы әрқандай бір мемлекеттің ұлы істері мемлекет қолдау көрсетсе ғана жүзеге асады. Осы тарихқа бір мән берсе екен деп сөйтіп жүретінмін. Ана жылы да жарайды, ол қазақ хандығының 550 жылдығы болды. Оның өзі де үлкен бір жетістік. Қазір енді Алтын Орданы қазақ хандығынан ары апарып Алтын Ордаға тіреп жатыр. Бұл да үлкен бір жетістік. Үкімет несе қолдаса көш жүре түзеледі дейді. Басқа елдермен салыстырғанда біздің мына Беталысымыз. қазақ мемлекетінің беталысы өте жақсы. Басқа елдер осындай бір симпозиум ашуға қаражат та жетпей отыр. Қауқары да жетпей отыр. Ал Қазақстанның енді бұндай несі Шүкір дейік. шүкір, өте жақсы бастама. Шетелдік мамандардың, жаңа ғалымдардың баяндамаларын тыңдай отырып, сіз өзіңізге алған, қорытқан бір тың деректер бар ма? Не болмаса, бұлар осылай ойлайды екен ғой деп көңілге қонған тұстары бар ма? Олардың көп ойлайды, Моңғол мемлекеті, моңғолдар басып алған, сонымен кейін моңғолдар қазақтасып кеткен деген сондай не бар. Моңғол деген атаудың өзін тармағанада шектеп. Қата түсініп отыр. Қазіргі көзқараспен. Іс жүзінде Жошы хан келгенде, мына жерде баяғыда Қыпшақ мемлекеті болған. Жошы сол жерге бана несін ғана неттегі. Оның сипатын өзгерткен жоқ. Құрана билеушілерінің аты ғана өзгерді Жошы деп. Басқа ештеңе өзгерген жоқ. Енді кейбір нелер бойынша Жошының нелер сол бір ұрпақтан кейін жоқ болып кеткен, қыпшақтасып кеткен. Деректер де бар. Бұл жерде ешбір өзгеріс болмаған. Баяғыда келе жатқан мемлекет сол бір не, бірақ Жошы деп сол аты ғана өзгерген. Басқа ештеңе емес. Біздің енді сұрақтарымыз осы тек Алтын Орда төңірегінде, осы симпозиум аясында ғана болып жатыр. Әрине сізбен сағаттап, ұзақ, түрлі тақырыптардан осы тарихтың төңірегіндегі қозғай беруімізге болады. Біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңізге, алтын уақытыңызды бөлгеніңізге мың алғыс айтамыз. Рахмет өздеріңе де. Осымен сұхбатымыз тәмам. Хош, сау болыңыздар.